1991 жылы Мәскеуге оралған кезде, анам есік алдында есінен танып құлап түсті. Ол мені танымады. Алдымда шашы ағарған қария тұрды, ал мен оны қара шашты жас кезінде есімде сақтағам. Бірақ ол алдында лас орамал таққан, сүйектері шығып тұрған, қолдары тыртыққа толы, өлі көзді бейтаныс әйелді көрді. Мен ана деп айтпақшы болып аузымды аштым, бірақ оның орнына Дори тіліндегі ауғандық сәлем айттым. 11 жыл. 4000 күн. Ауғанстан деп аталатын жылдар. Мені 1981 жылы қаза болды деп жариялады, жерлеу рәсімін өткізді. Күйеу жігітім басқаға үйленді. Әкем менің тірі екенімді білмей-ақ өлді. Ал мен моджахеттердің далалық командирінің балаларын тудырдым, паранжа киіп жүрдім, және қара нанның дәмін ұмыттым. Бұл әңгіме социализм құруға барған кеңестік студент қыздың әскери олжаға айналғаны туралы. Қалайша мүмкін емес жерде аман қалу туралы. Және кейде қайту тұтқындықтан да қорқынышты болатыны туралы. Егер бұл әңгіме ұнаса, каналға жазылып, пікіріңізді комментарийде жазуды ұмытпаңыз. Бастайық. Бәрі сол қарғыс атқан комсомол комитетіндегі жиналыстан басталды. 1979 жылдың қарашасы. Мәскеу. МГУ. Шығыстану факультеті. Мен үшінші қатарда отырдым. Біздің ұйымның хатшысы Валерий Кузнецов барлық жағынан дұрыс, үтіктелген көйлек киген. Ауғанстан Демократиялық Республикасында жұмыс істеуге еріктілер жинау туралы жариялады. Ауғанстан. Бұл сөздің өзі музыка сияқты естілді. Экзотика, шығыс, мамандық бойынша нағыз жұмыс. Олар шаң басқан кітапханалық кітаптар емес. 4 жыл бойы мен фарси және дори тілдерін жаттадым. Фирдаусиді түпнұсқада оқыдым, суфи поэзиясы туралы курстық жұмыстар жаздым. Міне ол барлығын өз көзіңмен көру мүмкіндігі. Ауған халқына мектептер, ауруханалар, жолдар салуға көмектесуге баратын кеңес мамандарын ертіп жүруге аудармашылар қажет болды. Іс-сапар мерзімі жарты жыл. Жоғарылатылған шәкіртақы, жеке іс қағазына жазу, одан әрі бөлуге ұсыныс. Мен үшін сімде мансап туралы армандаған бұл алтын билет болды. Сол күні өтініш бердім, тіпті күйеу жігітім Андреймен ақылдаспадым. Ол заң факультетінде оқыды, біз 1980 жылдың жазында үйленбекші едік. Мен оған шешімім туралы айтқанымда, ол бозарып кетті. Ира, ақылынан адастың ба? Онда әскер кіргізіп жатыр, атыс басталып жатыр. Андрей, ойдан шығарма. Онда барлығы тыныш, біз көмектесуге барамыз. Мен Кабулда боламын, мамандармен бірге күзетпен. Жарты жыл тез өтіп кетеді, жазға қайтамын. Ол мені сөзінен қайтаруға тырысты, бірақ мен тұрақты болдым. 22 жас, қызыл диплом жақындап, бүкіл өмір алда. Мен өзіме өлмейтін сияқты көріндім. Әкеммен сөйлесу ең қиыны болды. Әкем соғысқа қатысты, Берлинге дейін жетті, төсінде 2 қызыл жұлдыз ордені бар. Ол әрқашан аз сөйлейтін, бірақ сол кеште ұзақ сөйледі. Ирочка, сені өтінемін, барма. Менде мұндай нәрселерге сезім бар. Онда социализм құру емес, соғыс басталып жатыр, нағыз соғыс. Әке, не айтып тұрсың? Біздің адамдар үкіметке тәртіп орнатуға көмектесет болды. Ол маған отбасындағы балаға қолыңды отқа сұқпа деп айтқандай қарады. Сосын ауыр күрсініп терезеге бұрылды. Мен 5 жыл соғыстым, қалай басталатынын көрдім. Алдымен тәртіп орнатамыз дейді, сосын күніне 200 адам жерлей бастайды. Бірақ сен ересексің, өзің шеш. Тек біліп қой, онда пионер лагері емес. Бірақ мен еш нәрсе естуді қаламадым. Қолымда нағыз өмірге, шытырман оқиғаға, мансапқа жолдама болды. Мен ата-аналар жасы келгендіктен барлығынан қорқады деп ойладым. Қандай қателік болды. Ұшуға дейінгі соңғы ай тұман сияқты өтті. Медициналық тексеру, екпе, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық, олар күлкілі формальдық сияқты көрінді. Бізге далалық форма, дәрі-дәрмек қорапшалары, құрғақ байып берді. 20 адам. Аудармашылар, медицина қызметкерлері, инженерлер, барлығы жас, барлығы жалын атып тұр. Мен чемодан жинап жатқаным есімде, анам есік алдында тұрып, ас үй сүлгісімен көз жастарын сүртіп жылап тұрды. Мен 2 ауыстыратын киім, фарси оқулықтары, Андреймен түскен фотосурет, жазбаларға арналған блокнот салдым.
жарты жылдан кейін қайтамын деп ойладым, онымен үйленеміз, сімге бөлу аламын, барлығы тамаша болады. Әуежайда Андрей маған алтын тізбекке крес салынған кулон сыйлады. Ол сенбейтін, мен де емеспін, бірақ ол сақтыққа берсін деді. Мен оны сүйдім, әр апта сайын жазамын деп уәде бердім, қолымды бұлғадым да отырғызуға өттім. Ұшақ 1979 жылдың 7 желтоқсанында ертеңгілікте ұшты. Терезеден қар басқан Мәскеу қалды, мен оны маусымда қайта көремін деп ойладым. Мен 11 жыл өткенше осы жерге қайта баспайтынымды білмедім. Мен Ирина Соколова, МГУ студенті, Андрейдің қалыңдығы, Фронтовиктің қызы ауған тауларында өледі деп білмедім, оның орнына мүлдем басқа адам туады. Бірақ әзірге терезеге қарап күліп тұрдым. Алда шытырман оқиға күтіп тұр. Жылу ұшақ баспалдағынан түскен бойда бетке соқты, желтоқсан, бірақ Қырымдағы шілде сияқты сезім. Кабул бізді шаңмен, шумен және көзден жас шығаратын жарқын күнмен қарсы алды. Мен шетелде ешқашан болмағанмын, тіпті ауа басқа сияқты көрінді, құрғақ, хош иісті, анықтай алмайтын иістерге толы. Бізді автоматты және шаршаған бетті майорлар қарсы алды. Олардың бірі майор Петров, 40 жастағы күшті ер адам, күнге күйген қастың астынан бізді ұшақ алдында нұсқаулық өткізді. Бір рет және мәңгі есте сақтаңыздар. Кеңес аймағының периметрінен тыс күзетсіз бір қадам да аттамаңыздар. Қалаға тек топпен және күзетпен. Кешкі 6-дан кейін ешқайда шықпаңыздар. Мұнда соғыс жүріп жатыр, бірақ Мәскеуде сіздерге бұл туралы айтпаған. Біз бір-бірімізге қарадық. Қандай соғыс? Бізге біз дос үкіметке көмектесуге барамыз деп айтқан. Петров күлді. Дос үкіметті халық құлатуға тырысады. Моджахеттер провинцияның жартысын бақылайды. Әр түнде атыс, жарылымдар. Сондықтан көздеріңізді ашық ұстаңыздар, басын құмға тықпаңыздар. Бізді білім орталығындағы кеңес жатақханасына орналастырды. 2 адамдық бөлме, дәлізде раковина, терезеде тор. Менің көршім Ленинградтан келген мейірбике Лена Маркова болды, белге дейінгі өрім, көңілді қыз. Алғашқы күндерімен ирригациялық жүйені жобалайтын инженерлер тобында аудармашы болып жұмыс істедім. Кабул мекемелеріне бардық, ауғандық әріптестермен сөйлестік. Менің дари тілім жеткілікті деңгейде болды, бірақ жергілікті екпін алғашқыда құлақты жаралады. Кабул қызық қала болды, орта ғасыр мен қазіргі заманның араласуы. Балшық дуалдар және кеңес бесқабатты үйлері. Паранжадағы әйелдер және джинси киген қыздар. Кілемдер, дәмдеуіштер сататын ескі базар және Таракидің портреттері бар жаңа үкіметтік ғимараттар. Мен осы қалаға бірден ғашық болдым, оның түстеріне, иістеріне, адамдардың жүздеріне. Кешке біз кеңес қалашығының аумағында серуендедік, мен Андрейге ұзақ хаттар жаздым. Қымбаттым, мұнда қандай әдемі екенін елестете алмайсың. Айналадағы таулар ертегі декорациясы сияқты. Адамдар мейірімді, көмек үшін алғыс айтады. Жұмыс қызық, мен шынайы пайда келіп жатқанымды сезінемін. Сені қатты сағындым, бірақ уақыт тез өтіп жатыр. 5 ай қалды. Бірақ менің байқамаған қауіпті белгілер болды. Түнде жарылымдар, алыстағы дүмпу, қала үстіндегі тікұшақтар, әр қиылыстағы блокпосттар және кейбір адамдар бізге сондай жек көрінішпен қарайды, жүрек тұрып қалады. Бірде күзетпен базарға сувенирлер сатып алуға бардым, боялған жәшік таңдап, саудагермен саудаласып тұрғанымда біреу маған қадала қарап тұрғанын сездім. Бұрылдым, топта қара тюрбанды ер адам тұрды, ол көзін алмады, көзінде суық, бағалайтын бірдеңе болды. Жауынгер қатардағы Макаров менің қобалжығанымды байқады. Кетеміз бұдан тез. Бірақ жолда сұрадым, бұл не болды? Барлаушы, олар мақсаттарды іздейді, жүздерді, маршруттарды есте сақтайды, сосын моджахеттерге береді. Сіздерді әсіресе қадағалайды, жас әйел, күзетсіз оңай алады. Сіздерге жақсы баға бар. Қандай баға? Кеңес тұтқындар үшін төлейді немесе өздерін ауыстырады, әйелдерді. Мұнда Макаров кібіртектеп қалды. Қысқасы, сақ болыңыз. Сол кезде мен оны асырып айтып тұр деп ойладым. Мен күзет астындамын ғой, күзет бар, барлығы жақсы болады. Сол күні кешке майор Петров бізді асханаға жинады. Жағдай нашарлап жатыр. Кеше Желобадом астында колоннаны атты, 3 өлген. Алдыңғы күні Багамға жолды мин алады.
Жоғарыдан бұйрық. Әйелдерді Кабулдан шығармау. Тек қалада жұмыс істеңіздер және тек күзетпен. Медицина қызметкерлерінің бірі наразы болды. Қалайша? Провинцияларда, ауруханаларда адамдарға көмек керек. Петров оған ауыр қарады. Адамдарға көмек керек шығар, бірақ маған тағы бір кеңес қызының мәйіті керек емес. Бұйрық бар, бұйрық. Бірақ 2 айдан кейін бұл бұйрық күшін жойды. Жағдай уақытша тұрақталды. Провинцияларға медицина қызметкерлері, аудармашылар керек болды. Мені Кундузға баратын топқа қосты. Ұшуға дейін майор Петровқа қоштасуға бардым. Ол қағаздарға қол қойып отырды, басын көтермеді. Соколова, сіз ақылды қызсыз ғой, неге сонда? Тағайындау алдым, бас тарта алмаймын. Ол ақыры маған қарады. Бас тарта аласыз, мен денсаулығыңызда проблема бар деп рапорт жазамын, Кабулда қаласыз. Мен басымды шайқадым. Мен қорқақ емеспін, жұмыс қажет. Петров күрсінді, үстел жәшігінен кішкентай жиналмалы пышақ шығарды. Алыңыз, егер бірдеңе болса кемінде қорғана аласыз. Және есте сақтаңыз. Ең бастысы, егер моджахеттердің қолына түссеңіз, қарсыласпаңыз. Мінезіңізді көрсетсеңіз, орнында өлтіреді. Тыныш болсаңыз, мүмкін ауыстырады, мүмкін. Мен пышақты алдым, суық, ауыр, қалтамға салдым да шықтым. 3 күннен кейін біз Кундузға шықтық. Бұл менің еркін адам ретіндегі соңғы сапарым болды. 1980 жылдың 7 наурызы. Мен бұл датаны есте сақтадым, өйткені алдыңғы күні 8 наурыз болды. Біз оны Кабулда шампанмен, тосттармен, гитарамен, әндермен тойладық. Ал келесі күні мен Кундузға жүк көлігіне отырдым. Менің бұрынғы өмірім аяқталды. Біз жетеуміз. 3 медицина қызметкері Лена Маркова, дәрігер Семен Львович, медбрат Витя, 2 инженер Георгий және Павел мен аудармашы және 2 күзетші кіші сержант Королев және қатардағы Жуков. 2 бітір жүк көлігі медициналық жабдықпен. Таң атқанда шықтық. Жол асу арқылы өтті. 2 жақтан таулар, серпантин, шаң. Әдемі, ессіз. Оқыра түсті жартастар, көк аспан, бүркіттер жоғарыда айналып ұшады. Лена жүк көлігінің кузовында менің қасымда отырды, фотоаппаратпен суретке түсіріп жатты. Иір, қарашы, қандай әдемі. Үйге көрсетемін, ешкім сенбейді. Мен күліп тұрдым, 3 айдан кейін Мәскеуге қайтамын деп ойладым, жаз, үйлену тойы, бөлу, барлығы жоспар бойынша. Сосын жарлым болды. Алдағы бітір минаға түсті, аударылды, өрттенді. Біздің жүргізуші рульді бұрды, жүк көлігі сырғанады, Ленамен бірге бортына құладық. Жоғарыдан атыс. Трассерлік оқтар кузовдың брезентін тесіп өтеді. Жатыңдар, деп айқайлады Королев, ата бастады. Жауап ретінде. Мен кузов түбіне құладым, басымды қолыммен жаптым. Қасында біреу айқайлады, атыс қоюланды. Екінші бітірі бұрылды, одан пулемет атты, бірақ біз азбыз, олар көп. Барлығы тұман сияқты өтті. Атыс, айқай, өрт иісі. Мен Жуковтың мойнын ұстап құлағанын көрдім, қан ағып жатты. Семен Львович дәрі қорабын алуға тырысты, басынан оқ тиді. Георгий кузовдан секіріп, еңіске қарай жүгірді, оны кесіп тастады. Лена қолымды қысып шептеді. Құдай анасы, Құдай анасы. Сосын кузовға граната ұшып келді. Мен жарлымды есімде сақтамаймын, тек есім кіргенде аяғымнан сүйреп апарып жатқанын сездім. Көзімді аштым, үстімде сақалды жүздер, қара тюрбандар, автоматтар. Біреу ауған тілінде айқайлады, екіншісі қолымды арқанмен байлады. Мен шығуға тырыстым, тұмсықпен бетімнен ұрды. Аузымда қанның дәмі пайда болды. Мені жерге лақтырды, жүк көлігінің қасына. Басымды бұрдым, айнала денелер. Королев арқасымен жатыр, көздері ашық. Павел аяғы жоқ. Витя басы қайда екені белгісіз. Ленаны көрмедім. Мені көтеріп, жолдағы пикапқа сүйреді. Мен артқа қарадым, жүк көлігі өртеніп жатыр, қара түтін аспанға көтеріледі. Моджахеттердің бірі, егдеу, сұр сақалды, маған жақындап келді. Ол қорқынышты екпінмен орысша сөйледі. Сен енді біздіксің, үйіңді ұмыт, Шуравиді ұмыт, енді сен осындасың.
Мен жауап бергім келді, бірақ тамағымнан тек ысқырық шықты. Ол күлді, шірік тістерін көрсетті, аяғымның қасына түкірді. Мені пикап кузовына лақтырды, брезентпен жапты. Машина жүріп кетті, ой-қыста секіріп. Мен металл түбінде жатып, жыладым, аурудан, қорқыныштан, болғанын түсінуден жыладым. Мені тұтқынға алды, барлығын өлтірді. Мен жалғызмын. Қанша жүргенімізді білмеймін, 1 сағат, 2 шығар. Сосын машина тоқтады, мені шығарды, брезентті алды. Біз жартастармен қоршалған шатқалда едік. Айнала кишлак, балшық дувалдар, тегіс шатырлар. Тюрбандағы адамдар, паранжадағы әйелдер маған сирек жануар сияқты қарады. Мені бір ғимаратқа итерді. Ішінде қараңғы, қой иісі, көгерген иіс, жереден жиһаз жоқ. Бұрышта ауыр сақинаға жалғанған кісендер. Командир, сол сұр сақалды, артымнан кірді. Ол менің алдыма отырып, иегімнен ұстап, бетімді есіктен түскен әлсіз жарыққа бұрды. Әдемі, жақсы. Сен көп тұрасың, мүмкін біздікілерге ауыстырамын, мүмкін сатамын, мүмкін қалдырамын, көреміз. Ол шықты, есік жабылды, мен қараңғыда жалғыз қалдым. Қабырғаға отырдым, тіземді кеудеме тартып. Қол білезіктерінде арқаннан жаралар, бетім ұрудан пульстей. Мен Лена туралы, Семен Львовичтің отбасы туралы ойладым, кеше шампан ішіп, күліп отырғанымыз туралы және мені ешкім таппайтыны туралы. Жолды маджахеттер бақылайды, колонна жойылды, мені өлді деп жазады. Анам жерлеу қағазын алады. Андрей жылайды, ал мен осы шұңқырдамын, менің тірі екенімді ешкім білмейді. Тұтқындағы алғашқы түн мәңгілік сияқты болды. Мен ұйықтамадым, қабырғаға отырып, сыртқы дыбыстарды тыңдадым. Иттердің үруі, ер адамдардың дауыстары, баланың жылауы. Кишлақтың қарапайым өмірі мен үшін әскери трофей ғана. Таңертең нан және мутты су әкелді. Паранжадағы әйел, жас дауысы бойынша барлығын еденге қойып, сөз айтпай кетті. Мен жей алмадым, бірақ суды іштім, тамағым жылаудан құрғап қалды. Осылайша менің тұтқындағы өмірім басталды. Мен әлі оның 11 жылға созылатынын білмедім. Мен әлі құтқарады, ауыстырады, табат деп үміттендім. Мен сондай аңғал болдым. Тұтқынның алғашқы айлары мен жануар сияқты өмір сүрдім. Қараңғы түнде суық, күндіз ыстық. Аяқтағы кісендер ауыр, тот басқан теріні етке дейін сызды. Күнне бір рет тамақ. Нан, кейде күріш. Су. Гигиена жоқ, бұрышта шелек. Мен өзімді адам сезінбей қалдым. Сұрақ алу 3-ші күні басталды. Сол командир сұр сақалды және екеуі келді. Біреуі орысша жақсы сөйледі, жас, ақылды көзді, Кабулдағы университетте оқыған шығар. Сенің атың кім? Ирина. Ирина Соколова. Шурави базалары қайда? Мен білмеймін, ешқандай базалар, мен аудармашымын, білім орталығында жұмыс істедім. Өтірік айтасың. Әскерлер туралы айт, қанша қайда тұр? Мен білмеймін, мен азаматтықпын, әскери объектілерге кіргізбеді. Мені ұрды, алдымен беттен, сосын денеден. Күшті емес, зақымдамас үшін, мен тауармын ғой, зақымдалған тауар арзан тұрады. Бірақ айқайлап тоқта деп жалынатындай жеткілікті. Мен шындықты айттым, шынында әскери жоспарлар, бөлімдердің орналасуы, әскер саны туралы еш нәрсе білмедім. Мен азаматтық мамандармен аудармашымын. Бірақ олар сенбеді, әр кеңес адам бірдеңе біледі деп ойлады. Бір апта сұрақ алудан кейін командир қолын сермеді. Пайдасыз, еш нәрсе білмейді. Ауыстырамыз. Мені жалғыз қалдырды. Уақыт тұтқыр, мағынасыз ақты. Мен қабырғаға сызба жасап күндерімді санадым. 10, 20, 30, сосын шатасып, санамайтын болдым. Менде жалғыз мейірім көрсеткен адам тамақ әкелетін қария әйел болды. Ол орысша білмеді, бірақ кейде рұқсат етілгеннен артықнан қалдыратын немесе алма келетін. Бірде ол есік алдында ұзағырақ тұрып, дори тілінде бірдеңе сыбырлады. Мен бірден түсінбедім, екпім күшті болды, сосын ажыраттым. Қашуға тырыспа, қызым, мұнда орыс әйелдерді мал сияқты сатады. Саған әлі сәттілік болды. Бірақ мен қашу туралы ойладым. Әр түнде суық еденде жатып, жоспарлар ойлап таптым. Қалайша кісендерді шешу, есікті бұзу,
түнде барлығы ұйықтағанда жылқыларға жету, кеңес базасына дейін атпен шауып. Олар жақын жерде болуы керек. Бірде шешім қабылдадым, тұтқынға түскеннен 2 айдан кейін. Тамақ әкелетін күзетшілердің бірі кісендердің құлпын толық жаппай ұмытып кететінін байқадым. Мен дайындала бастадым. Нан қалдықтарын жасырдым, тамақ қоры үшін кептірдім, есік саңлауынан кишлак өмірінің ритмін бақыладым. Сол түні нашар жабылған кісендерді шештім, қолым дірілдеді. Есік құлыптаулы болды, бірақ ілмектері ескі, тот басқан. Мен есікке иығыммен тыныш, сақ басым. Ілмек көнді, есік ашылды. Кишлак ұйықтап жатты, ай жарқын жарық беріп тұр, дувалдардың көлеңкесі анық. Мен бүгіліп, қабырға бойымен жүгірдім, жүрегім соншалық күшті соқты, бүкіл кишлак естиді сияқты. Мен жылқы қорасына жетіп келе жатқанымда ит үрді, сосын екіншісі, сосын барлығы. Үйлерде жарық жағылды, айқай, жүгіру. Мені қораның қасында ұстады, 3 ер адам қолымды қатты бұрап, артқа сүйреді. Командир үйінен шықты, бір көйлекпен, ашулы. Қашу ойладың ба, жезөкше? Үйретеміз. Мені бұрынғыдан күшті ұрды, аяқпен, таяқпен. Өлтіреді деп ойладым, және бұл тоқтаса екен деп тіпті қаламадым. Бірақ өлтірмеді, 2 қабырғамды сындырды, тісті сындырды, бүкіл денем көгерген. Және таулардың тереңіндегі басқа кишлакқа ауыстырды, күзет қатаң. Жаңа кишлак нашар болды. Мұнда маған бірден түсіндірді. Тағы бір қашу әрекеті, және мен жалғыз орыс тұтқыны емеспін, қашқындармен не болатынын көрсетеді. Маған көрсетті, бір ғимаратқа әкелді, еденде әйел жатты, оның беті қышқылмен бұзылған. Ол күйеуінен қашуға тырысқан. Мен қашу енді нұсқа емес екенін түсіндім. Мен тұзақтамын, ешкім құтқаруға келмейді. Жыл өтті. Мәскеуде мені өлді деп жариялады, мен бұл туралы кейін білдім, бірақ сол кезде сезіндім. Тұтқындар алмасуы болмады. Моджахеттер маған өздерінен 10 далалық командир алғысы келді, кеңес қолбасшылығы бас тартты. Қандайда бір студент қыз мұндай бағаға тұрмайды. Мен апатияға түстім, жуынбайтын болдым, бірақ бұрында мүмкін емес еді, шашымды тарамайтын болдым, тамақты механикалық жедім, күні бойы ұйықтадым. Мені сондай терең қайғы басып алды, жай ұйықтамау қаламадым. Сол қария әйел тамақ әкелетін, бірде ұзағырақ тұрып қалды, қасымда отырды, қолымды алды. Тыңда мені, қызым, сен жасың, күштісің, берілме. Мұнда өлу оңай, бірақ өмір сүруде мүмкін. Өмір сүруді таңда. Мен оған қарадым, ол әжімді, тіссіз, арқасы жұмыстан бүкірейген, бірақ көздері тірі. Қалай өмір сүру мұнда? Дедім. Барлығы сияқты, күн сайын. Өзіңе орын тап, өзің қажет ет, сонда өлтірмейді, сатпайды. Түсінесің. Және түсіндім. Бірден емес, бірақ түсіндім. Егер аман қалғым келсе, тұтқын емес, осы әлемнің бөлігі болуым керек. Бұл мен сенген барлық нәрсеге опасыздық, бірақ тірі қалуға жалғыз мүмкіндік. Мен өмірге қайта орала бастадым, баяу, ауыр аурудан кейін сияқты. Алдымен өзімді ретке келтірдім, мүмкіндігінше. Шелектегі сумен бетім мен қолымды жудым, саусақпен шашымды тарадым, өрім өрдім. Қария әйелден оны бибигүл деп атайтын, сабын кесегін сұрадым. Ол әкелді, басын шайқады. Жақсы, демек өмір сүруді шештің, дұрыс. Сосын оны дұрыс дәреге үйретуін сұрадым. Менің университеттік тілім кітаптық, әдеби болды, мұнда диалектте тез сөйлейді, дыбыстарды жұтады. Бибигүл қуана келісті, әр күні тамақ әкелгенде бірнеше минут тұрып, сөздерге, сөйлемдерге үйретеді, айтылымды тексереді. 1 айдан кейін, қарапайым әңгіме жүргізе алдым, 3 айдан кейін айналамдағы барлығын түсіндім. Кишлак командирі, оны Ахмат деп атайтын, өзгерістерді байқады. Бірде ол менің қараңғы бөлмеме аудармашымен сол жас моджахетпен келді. Сенің біздің тілімізді үйреніп жатқаныңды естідім, неге? Мен түзеліп көзіне қарадым. Пайдалы болу үшін. Егер сөйлей алсам, көмектесе аламын. Қалай көмектесесің? Мен шығыстанушымын, шөптерді білемін, негізгі медицина емдей аламын. Бұл жарты шындық. Шынында, шығыс медицинасын бір курста оқығанмын, бірақ теория, практика жоқ. Бірақ маған мүмкіндік керек болды, мен оны алдым. Ахмат ойланды. Кишлакта дәрігер жоқ,
жақын жері 2 күндік жол. Адамдар қарапайым инфекциядан, туғаннан кейінгі асқынудан, жарадан өледі. Жақсы, көрсет, не істей аласыңды. Егер жеңсең, адамдарды емдейсің, жеңбесең, шұңқырға қайта. Келесі күні мені қызуы жоғары балаға келді. Балаға 5 жас, бүкіл денесі қызып, бір ретте. Анасы қасында жылайды. Мен оның тамағын қарадым, қызыл, қабынған, ангина шығар. Менде дәрі жоқ, тек кітаптан есімде қалған. Мен бал, лимон әкелуін сұрадым, мұнда олар жоқ, бірақ Бибигүл ұқсас бірдеңе тапты. Жылы сусын жасадым, анасына әр сағат сайын ішкізуін тапсырдым. Суық су сұрадым, маңдайына компресс жасадым. 3 күн бойы баланың қасынан кетпедім. Ол командирлердің бірінің ұлы, егер өлсе, мені өлтіреді. Бірақ 4-ші күні қызу түсті, бала көзін ашты, тамақ сұрады. Анасы аяғыма жабысып қолымды сүйді. Ахмат келді, баланы қарады, басын изеді. Сен қаласың, кишлак адамдарын емдейсің. Бірақ қашуға тырыссаң, өзім өлтіремін. Сол күннен бастап өмірім өзгерді. Мені қараңғыдан Бибигүлдің үйіндегі кішкентай бөлмеге ауыстырды. Ауған киімін берді. Көйлек, шалбар, орамал. Кісендерді шешті, бірақ әрқашан бақылады. Мен кишлактың емшісі болдым, суық тиюді емдедім, жараларды өңдедім, ту қабылдадым. Көбін білемін, қолмен үйрендім. Бибигүл көмектесті, қай шөп қайда деп көрсетті. Мен тұнбалар, майлар, компресстер жасадым. Кейде қасында отырып, қолын ұстап тұру жеткілікті болды. Адамдар маған басқаша қарай бастады. Тұтқын емес, хаким, емші сияқты. Әйелдер өтіп бара жатқанымда сәлемдесті. Балалар артымнан жүгіріп, қолындағы сызатты жағуын сұрады. Ахмат та қарым-қатынасын өзгертті. Достар болмадық, бірақ мен құнды екенімді көрді. Бірде ол маған келді, қолындағы жара оқ тиген, үкімет әскерлерімен шайқаста. Мен өңдедім, таңғыш салдым. Ол менің жұмысымды қарады, сосын сұрады. Неге кісендерді шешкенде қашпадың? Сен ақылдысың, тырысып көре алар едің. Мен көзіне қарадым. Қайда қашамын? Тауларға. Аман қалмаймын. Кеңестерге. Жақын емес, жолды сіздер бақылайсыз. Мен өмір сүруді таңдадым. Ол күлді. Дұрыс таңдау. Сен өмірдің не екенін түсінесің. Социализм туралы балалар ертегісі емес, нағыз өмір. Күшті және ақылды аман қалады. Сен күштісің. Тағы 2 жыл өтті. Мен кишлак өміріне үйрендім, таң атқан мойызының үніне тұруға, нан және жасыл шайдың дәміне үйрендім. Осы адамдардың жүздеріне, тіліне, әдеттеріне үйрендім. Бірақ әр түнде ұйықтап жатып, Мәскеу туралы, анам туралы, Андрей туралы, Мгу туралы ойладым. Мен Арбатпен жүріп, студенттік асханадан кофе ішіп, терезеден қардың жаңбырын көріп тұрғанымды елестеттім. Және жастығымды жыладым, ешкім естімес үшін. Мен өмір сүрдім, бірақ еркін емеспін. Сосын Ахмат маған барлығын өзгерткен ұсыныспен келді. Ирина, сен ақылды әйелсің, пайдалы. Мен сені әйелім етіп алғым келеді, 4-ші әйел. Сен қорғауда боласың, құрметте, балаң менікі болады. Келістің бе? Мен бас тартсам, өлтіруі мүмкін, немесе сатуы, немесе өз адамдарына беруі мүмкін екенін білдім. Келісумен болған барлық нәрсеге опасыздық екенін білдім. Кеңес әйеліне, комсомол мүшесіне, Мгу студентіне. Бірақ өмір сүргім келді. Мен келістім. Неке деген жоқ, мулла дұға оқыды. Ахмат маған қалыңдық үшін өзінің формальдық отбасына төледі, яғни өзіне. Күлкілі, иә. Көз жас. Маған оның үйінде жеке бөлме берді, жаңа киім, қолға алтын білезіктер. Мен моджахеттердің далалық командирінің 4-ші әйелі болдым. Алғашқы 3 әйел мені жек көрді, әсіресе үлкені Гүлнара, Ахматтың 5 баласының анасы. Ол мен өтіп бара жатқанымда еденге түкіреді, пушту тілінде сөздерді сықырады. Мен әрқашан түсінбейтін, бірақ мағынасы анық. Орыс жезөкше, имансыз, үйдің ұяты. Мен олардың көзіне түспеуге тырыстым, тыныш өмір сүрдім, міндеттерімді орындадым, адамдарды емдедім, шаруашылық жүргіздім, Ахмат шақырғанда қызмет еттім.
Түнде ол маған келеді, мен көзімді жұмып, өзімді алыста, Мәскеуде, Воробьев тауларында Андреймен бірге қала шамдарын көріп тұрғанымды елестеттім. Жарты жылдан кейін жүкті екенімді түсіндім. Бұл қарынға соққы сияқты болды. Мен бөлмемнің еденінде отырып, аузымды қолыммен жауып жыладым, ешкім естімес үшін. Менде тұтқынға алған адамның баласы өсіп жатыр, менің отандастарымды өлтірген адамның. Бибігүл мені көз жасымен тапты, құшақтады, басымнан сипады. Қызым, бұл өмір, бала еш нәрсеге кінәлі емес, ол сенікі, қаның, етің, оны жақсы көр. Бірақ мен істей алатынымды білмедім. Бүкіл жүктілікте өзімді екіге бөлінген сезіндім. Бір бөлігім болып жатқанын жек көрді, екіншісі ішінде өмір өсіп жатқанын сезді, бұл барлық сенімдерден күшті. Ұлымды 1984 жылдың қысында тудым. Туу ауыр, ұзақ болды. Бибігүл қабылдады, Ахматтың басқа әйелдері жақта тұрып, сыбырлады. Бала айқайлағанда мен керемет бірдеңе сезіндім. Мен ана болдым. Баланы Юсуф деп атадық. Ахмат қуанды. Ұл бар, ұл қай әйелден болса да маңызды емес. Ол баланы қолға алды, үстінен дұға оқыды, маңдайынан сүйді. Жақсы бала күшті, жауынгер болады. Мен кішкентай мыжылған жүзге, жабық көздерге, кішкентай жұдырықтарға қарадым, оны қарамастан жақсы көретінімді түсіндім. Бұл менің ұлым. Юсуфтың тууымен өмірім тағы өзгерді. Мен жай тұтқын немесе тіпті әйел емеспін, мен ана болдым, отбасының бөлігі. Басқа әйелдер маған жұмсағырақ қарай бастады, мұнда ана болу қасиетті. Мен Юсуфты еміздім, бала кезімнен есімде қалған орыс бесік жырын айттым. Ұйықта, қуанышым, ұйықта. Ол қолымда ұйықтап, мен жыладым, өйткені бұл менің ұлым, оны жақсы көретін, бірақ ол ешқашан өзінің нағыз отанын білмейді. Ол осында өседі, тауларда, Пушту және Дариде сөйлейді, моджахет болады, ал мен оған жай анамын, Ирина Соколова, МГУ студенті емеспін. Мен құпия күнделік жүргіздім, еден астындағы қағаз кесектерінде, орысша ұсақ әріппен жаздым, орын үнемдеу үшін. Даталарды, оқиғаларды, ойларымды жаздым. Бұл менің өткенмен байланысым, мен кім екенімді ұмытпағанымның дәлелі. Бірде Кишлаққа жаңалық келді. Кеңес колоннасы көрші алқаптан өтіп жатыр, бізден 5 километрде. Ахмат өз адамдарын жинап, соғысуға кетті. Мен Юсуфты қолға алып, үйдің шатырында тұрып, сол жаққа қарадым. Соншалық жақын, біздің кеңес сарбаздары, мүмкін МГУдан біреу, мені білетін немесе жай Ресейден келген жігіттер, олар мені құтқара алады. Мен айқайлай алдым, от жағу, сигнал беру, қашуға тырысу. Бірақ Юсуф қолымда жылады, шашымнан тартты, тамақ қалады. Және мен істей алмайтынымды түсіндім. Егер қашсам, оны өлтіреді, ұлымды. Ахмат имансыз әйелдің баласын тірі қалдырмайды. Мен шатырдан түстім, үйге кірдім, ұлымды тамақтандырдым, және үндемедім. Кешке Ахмат қайтып келді, бүкіл қан, шайқастан кейін қозған. Дастарханға отырды, Гүлнара пісірген палауды жеді, 2 бітірді қалай құлатқанын, 5 орысты өз қолымен қалай өлтіргенін айтты. Мен бұрышта Юсуфпен отырып, оны еміздім, күйеуімнің отандастарымды өлтірумен мақтанғанын тыңдадым және үндемедім. Өйткені таңдау жоқ. 3 жылдан кейін қызым Фатима туды. Мен оны Ирина деп атағым келді, кемінде өзіммен байланыс қалдыру үшін, бірақ Ахмат рұқсат бермеді. Қыз Фатима, пайғамбардың құрметіне, нүкте. Фатима маған ұқсады, ақшыл шаш, сұр көз. Юсуф әкесіне қараңғырақ. 2 бала, 2 якор, олар мені мұнда кісендерден күшті ұстады. Мен оларды орысшаға үйреттім, құпия, ешкім болмағанда шептедім. Ана, үй, қар, Мәскеу. Юсуф түсінбей қайталады, күлді. Фатима кішірек, тек гуілдеді, бірақ мен жалғастырдым, кемінде өзімнен бірдеңе қалуын қаладым. Жылдар өтті. 1984, 85, 86. Мен Ахмат кейде қосатын радиодан жаңалықтардың үзінділерін естідім. Кеңес әскерлері әлі Ауғанстанда соғыс созылып жатыр, шығындар өсіп жатыр. Мен анам туралы ойладым, оған қазір 50 жастан асты, ол қалай өмір сүреді, әлі жылай ма әлде қызы өлді деп қабылдады ма? Мен оның зиратқа, менің атым жазылған қабірге барып, гүл қоятынын елестеттім.
Ал мен тірімін мыңдаған километрде, балаларды тамақтандырып, кір жуып, ауған әйелінің өмірімен өмір сүріп жатырмын. Кейде түнде, балалар ұйықтағанда, Ахмат тағы бір жорықта болғанда, құпия күнделігімді шығарып, 5 жыл бұрынғы жазбаларды оқимын. Мен өзімді әрең танимын. 8 наурыздағы шампан туралы, таулардың әдемілігі туралы жазған қыз өлді. Оның орнына басқа 3 баланың анасы, далалық командирдің әйелі, еркіндік дәмін ұмытқан әйел. Бірақ мен әлі Мәскеудегі мекен жайымды есімде сақтадым. Горький көшесі, 23 үй, 41 пәтер. Мен оны дұға сияқты қайталадым, ұмытпау үшін. Бұл өткеннен қалған барлығы. 1987 жылы барлығы өзгере бастады. Радиодан Горбачевтің кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару туралы жариялағанын естідім. Мен мұны естіп, сенбедім, қазанмен қолымда тұрып қалдым, қайталауды тыңдадым. Кеңес әскерлері біртіндеп шығарылады, соғыс аяқталады. Жүрегім қысылды. Кетеді, соңғы үміт кетеді. Егер бұрын құтқаруға, ауыстыруға, табуға мүмкіндік болса, енді ол жоқ. Мені ұмытты. Мен мәңгі осында қаламын. Ахмат ашулы болды, ол орыстар қорқақ, құйрықтарын қысып қашады. Моджахеттер ұлы державаны жеңді деп айғайлады. Ол өз адамдарын жинап, шегінген колонналарға шабуыл жоспарлады, жиі кетеді, аптаға, айға, ашулы, шаршаған, қан және кірмен қайтады. Соғыс қаталданды, тек кеңестерге қарсы емес, моджахеттердің өз топтары арасында территория билік үшін қақтығыс басталды. Бір кеште, Ахмат жоқ кезде маған көрші Кишлактан бала келді, 14 жастағы, арық, ақылды көзді. Ол базарда таратушы болып жұмыс істеді. Кишлактар арасында тауарлар мен жаңалықтарды тасыды. Сен орыссың ба? Деп тыныш сұрады, айналасына қарап. Мен сақтанып, бас изедім. Мен хатты қалаға, сенің адамдарыңа бере аламын, тұтқындарға көмектесетін адамдар бар, тек төлеу керек. Менде тыныс тұншықты. Мүмкіндік, соңғы мүмкіндік. Мен алтын білезіктер беремін, тек хатты бер. Сол түні қағаз кесегіне, Юсуфтан ұрлаған қарындашпен жаздым, ұсақ, қысқа. Менің атым Ирина Соколова, 1980 жылдан тұтқындамын, Хайдарабад кишлағында, Кундуз провинциясында. Көмектесіңіздер, өтінемін, көмектесіңіздер. Баланың алтын білезіктермен бірге бердім, Ахмат некеде берген. Ол барлығын көйлегінің астында жасырды да қашып кетті. Мен күттім. Апта, 2 ай. Әр күні сыртқы дыбыстарды тыңдадым, маған келмей ме деп. Әр түнде сенбейтін Құдайға дұға еттім, хабар жетсін деп. 2 айдан кейін баланы әкелді, ұрылған, қанды. Оны жолда Ахматтың адамдары ұстады, хатты, алтынды тапты, сұрақ алды, ол барлығын айтты. Ахмат сол түні келді, жүзі тас, қолында менің хатым. Сен жаздың ба? Мен сөйлей алмадым, тек бас изедім. Ол мені ұрды, құладым, сосын аяқпен ұра бастады, опасысың, мені масқаралағың келді, балаларды тастап қашқың келді деп айғайлады. Мен қорғанбадым, соққыларды қабылдадым, еденде бүріліп, басымды қолыммен жаптым. Өлтіреді деп ойладым, және бәрі бірдей сияқты болды. Бірақ тоқтады, ауыр дем алып, үстімде тұрды. Сен балалар үшін тірі қаласың, бірақ тағы тырыссаң, олардың көзінше өлтіремін, опасыздықпен не болатынын естеріне сақтасын деп. Ол шықты, мен еденде жатып жыладым, аузымнан қан ақты. Юсуф жүгіріп келді, кішкентай, қорыққан, қолымнан тартып. Ана, тұр. Мен оны құшақтадым, жаныма бастым. Фатима бесікте ұйықтап оянбады. Менің ұлым басымнан сипады, көз жастарымды сүртті. Жылама ана, мен сені қорғаймын. Оған 5 жас болды. Келесі күні хабаршы баланы әкелді, бүкіл кишлаг алдында Ахмат оны қылмыскер, опасыз деп жариялап, қылышпен басын кесті, әдет бойынша. Мен әйелдер топта тұрдым, Юсуфтың қолын ұстадым, маған көмектесуге тырысқан баланың өлімін қарадым және бұрыла алмадым. Бұл менің кінәм. Сол күннен бастап мен енді қашуға, немесе көмек сұрауға тырыспадым. Мен жалғыз жол бар екенін түсіндім. Аман қалу, күту, мүмкін бір күні соғыс аяқталады, шекаралар ашылады, мен балалармен кете аламын. Бірақ қазір тек шыдау. Кеңес әскерлері белсенді шығарылып жатты. 1989 жылдың ақпанында соңғы бөлімдер кетті. Мен радиодан қолбасшының барлығымыз интернационалдық борышымызды орындадық дегенін естідім.
Мен бөлмемнің еденінде отырып жыладым. Олар кетті. Барлығы кетті. Мен жалғыз қалдым. Бірақ одан жаманы кеңестер жоқ болғаннан кейін басталды. Моджахеттер өз арасында билік үшін, территория үшін, жеңушілер болу құқығы үшін соғыса бастады. Кишлак әскери лагерге айналды. Ахмат үйде сирек көрінеді, басқа командирлермен соғысады, 1-2 күнге келеді, тамақ, таза киім талап етеді, ұйықтайды, сосын қайта кетеді. 1990 жылы 3-ші қызым Зайнап туды. Мен оны жалғыз тудым, көмексіз, Бибигүл 1 жыл бұрын өлді. Басқа әйелдер хат тарихынан кейін көмектеспеді. Өзім басқардым, кіндікті кестім, баланы жудым, кеудеме бастым. 3 бала. Юсуфқа 7, Фатимаге 4, Зайнап жаңа туған. Барлығы ауғандықтар, пушту және дориде сөйлейді, Аллаға құлшылық етеді, басқа өмірді білмейді. Мен Юсуфқа қар туралы айтатымын. Ол қардың не екенін түсінбеді. Ана, бұл аспаннан ақ су, жаңбырлайтын, суық, жұмсақ, жерді жабады, барлығы ақ, таза болады. Ол күлді. Ондай болмайды, су бұл жаңбыр, ол дымқыл, ақ емес. Мен талап етпедім. Оған менің Мәскеуім ертегі ойдан шығарылған. Оның әлемі таулар, Кишлак, соғыс. Сосын барлығы бір сәтте құлады. 1990 жылдың күзі. Ахмат Хикматияр тобымен Кундузға жол бақылау үшін соғысты. Моджахеттер арасындағы соғыс қанды, мейірімсіз болды, енді бірыңғай жау жоқ, енді жау билік қалатын ауған ағайын. Мен тұрақты қорқынышта өмір сүрдім. Күн сайын өлгендер туралы хабар келеді, жарлымдар жақындады. Әйелдер заттарын жинады, шайқас Кишлакқа жетсе, қашуға дайындалды. Ахматты қараша басында тақтайда әкелді, ішке оқ тиген, қан тоқтамады. Мен оған жүгірдім, көмектесуге тырыстым, бірақ өлімдік жара екенін түсіндім. Мұнда дәрігерсіз, операциясыз аман қалмайды. Ол еденде жатып, ауыр дем алып, мені шақырды, қолымнан ұстады. Ирина, тыңда, мен өліп барамын. Олай айтпа, қанды тоқтатамын, көмектесемін. Ол күлді, қанмен жөтелді, кеш. Мен білемін. Сен жақсы әйел болдың. Қарамастан. Юсуф. Анасына қарасын. Ол енді ер адам. Юсуфқа 8 жас болды. Ахмат тағы 2 сағат өмір сүрді, күн батқанда өлді, Мойзин кешкі дұғаны оқып жатқан кезде. Оны келесі күні жерледі. Мен қара паранжада қабір қасында тұрдым, балалардың қолын ұстадым. Юсуф жылады, бұл оның әкесі. Фатима маған жабысып қорыққан. Зайнап қолымда ұйықтап, не болғанын түсінбеді. Үлкен әйел Гүлнара жерлеуден кейін маған жақындап, жек көрінішпен қарады. Кет. Сен біздікі емессің. Ахмат өлді, саған мұнда орын жоқ. Өз ұрпақтарыңды алып кет. Қайда барамын? Қайда қаласаң, орыстарыңа немесе жолда өл, маған бәрібір. Сол түні атыс басталды. Хикматияр күштері Кишлакқа шабуыл жасады. Оқтар ысқырып, снарядтар жарылды. Әйелдер айқайлады, балалар жылады, барлығы өртенді. Мен балаларды ұстап, үйден жүгірдім. Юсуф қасымда жүгірді, мен Зайнапты көтердім, Фатиманы қолынан сүйредім. Қараңғыда жүгіріп, сүрініп, құлап. Айнала атып, айғайлап, адамдар өліп жатты. Біз Кишлактан таң атқанша шықтық, тауларға кеттік, үңгірге жасырындық. Басқа қашқындар көп. Әйелдер, қариялар, балалар, барлығы үйін, күйеуін, әкесін жоғалтқан. 3 күн үңгірде отырдық, өздерімен әкелгенді жедік. Нан, кептірілген жемістер. Ағыннан су іштік. Балалар суықтан жылады, мен оларды құшақтап, денеммен жылыттым. Сосын біреу Кабулға жол ашық деп айтты. Хикматияр тауларға кетті, Астанада қауіпсіз. Біз жүрдік, балалары бар әйелдер тобы, ер адамсыз, қорғаусыз, бірнеше күн жаяу жүрдік, ашық аспан астында ұйықтадық, Кишлактарда тамақ сұрадық, кейде береді, кейде бас тартады. Юсуф жақсы ұстады, сөмке көтерді, кішілерге көмектесті. Мен оған қарадым, Ахматты көрдім. Сол қара көздер, табанды иек. Бірақ ол менің ұлымда. Мен оған түнде орыс бесік жырын айтқанымда ұйықтап, жүзінде күлкі болады. Кабул бізді хауспен қарсы алды.
Қала қашқындарға толы. Кеңес елшілігі жабық, қақпада тот басқан құлып. Ресей елшілігі әлі жоқ, ксро құлап жатыр. Бұл тәртіпсіздікте бұрынғы кеңес тұтқынына ешкімнің шаруасы жоқ. Мен қайда болса солай өмір сүрдім. Алдымен қала шетіндегі қираған үйде, сосын қашқындарға арналған шатыр лагерінде. Тамақ пісірдім, жудым, тазаладым, адамдарды емдедім. Балалар аш болды. Зайнап дизентериямен ауырды, оны жоғалтамын деп ойладым, бірақ аман қалды, кішкентай, арық, бірақ тірі. Айлар өтті. Мен кеңес немесе ресейлік ұйымдардың ізін іздедім. Базарда, мешіттерде, гуманитарлық қызметкерлерден сұрадым. Ақыры біреу Пакистан арқылы бұрынғы тұтқындарға көмектесетін жасырын желі бар деп айтты. Мен оларды таптым, жертөле кеңсесі, 2 адам. Ауғандық және еуропалық, Қызыл Кресттен шығар. Әңгімемді айттым, қолымдағы кісеннен қалған тыртықты көрсеттім, мәңгі қалған. Атымды, туған жылымды, Мәскеудегі мекен жайымды айттым. Еуропалық жазып алды, тексеремін деп уәде берді. Бір аптадан кейін қайтып келді. Сіз шынында Ирина Соколова, 1981 жылғы өлгендер тізімінде. Біз көмектесе аламыз, бірақ уақыт алады, балаларға құжаттар керек. Балалардың құжаттары жоқ, олар кишлакта туған, ешкім тіркемеген. Мен құжаттарды рәсімдей бастадым, мекемелерге жүгірдім. Бұл бюрократиялық түн, пара, кезек. Бірақ жарты жылдан кейін рұқсат алдық, бізді Пакистанға жеткізді, сосын транзиттік лагерге. Онда ресейлік комиссия болды, кім екенімді тексерді, сұрақ алды, куәлік алды. Офицерлердің бірі, полковник, маған күдікпен қарады. 11 жыл тұтқында далалық командирге тұрмысқа шықты, 3 бала туды, және сіз олардың жағына өтпедіңіз деп сенуіміз керек пе? Мен өтпедім, мен аман қалдым. Мен ақпарат бермедім, кеңес әскерлерінің жоспарлары, объектілері туралы еш нәрсе білмедім. Мен студент, аудармашымын. Мені тұтқынға алды, зорлады, мал сияқты ұстады. Мен балалар тудым, өйткені таңдау жоқ. Мен өмір сүргім келді. Ол жазып қалтасын жапты. Көреміз, тексереміз. Егер барлығы шын болса, Ресейге кіргіземіз. 3 ай тексерді. Сұрақ алу, тесттер, сараптамалар. Балалар не болып жатқанын түсінбеді. Юсуф бөтен ағайдың анасына неге айқайлайтынын сұрады. Фатима түнде жылады. Зайнап маған жабысып жібермеді. Бірақ ақыры мені кім болсам сол деп таныды. Тұтқынға түскен және аман қалған кеңес азаматшасы. Ресейге кіруге рұқсат берді. 1991 жылдың қазаны, Мәскеу ұшағы. Мен терезе қасында отырдым, Зайнапты тізенде ұстадым. Юсуф және Фатима терезеден қарап, таң қалды, бірінші рет ұшақта ұшады. Төменде жер көрінді. Ормандар, өзендер, алқаптар және қала Мәскеу. Мен оны танымадым, барлығы өзгерді, бірақ бұл үй. Ұшақ қонды, біз шықтық. Суық жел, қазандық жаңбыр. Балалар дірілдеді, олар ешқашан мұндай суықты көрмеген. Әуежайда анам қарсы алды, шашы ағарған, бүкірейген, қара орамалда. Ол маған қарап танымады. Мен жақындап. Ана, бұл мен, Ира дедім. Ол есінен танып құлады. Анам жедел жәрдем машинасында есін жинады, көзін ашып, маған қарады және тағы жылады. Мен оның қолын ұстадым, сипадым, шептедім. Мен тірімін, ана, мен қайттым. Ол сөйлей алмады, тек жылады және бетімді, шашымды, мойнымды, қолымды дірілдеген қолмен сипады, шынайы екенімді тексерген сияқты, елес емес. Балалар маған жабысып қорыққан. Юсуф сұрады. Бұл кім? Мен жауап бердім. Сенің әжең. Ол түсінбеді, оның ауғандық отбасында ана жағынан әже деген сөз жоқ, тек әке жағының отбасы. Бізді үйге әкелді. Горький көшесі, 23 үй, 41 пәтер. Мен таныс баспалдақпен көтерілдім, сол баспалдақтар, сол қабырғалар, бірақ барлығы бейтаныс, алыс, басқа өмірден сияқты. Пәтерде қариялық және жалғыздық иісі. Анам жалғыз өмір сүрген, әкем 1985 жылы инфаркттан өлген, қызы өлді деп ойлап шыдамады. Осылай айтқан. Интернационалдық борышты орындау кезінде қаза болды. Анам маған бөлмемді көрсетті, ол барлығын сақтаған. Төсек, кітаптар, фотосуреттер.
Үстелде менің МГУ студенттік куәлігім жатты. Мен оны алдым, фотосуретке қарадым. Өрімді қыз камераға күліп тұр. Мен өзімді танымадым. Балалар пәтерді сақтықпен қарады. Юсуф батареяны ұстады, ыстық, таң қалды. Фатима терезеге жақындаудан қорықты, тым биік. Зайнап жылады, қолға қалады. Алғашқы түн түс болды. Балалар ұйықтай алмады, тым тыныш. Олар соғыс дыбыстарына үйренген. Атыс, жарылым. Мұнда қорқынышты тыныштық. Юсуф терезе қасына отырып көшеге қарады, сұрады. Қашан атыс басталады? Мұнда атпайды ұлым, мұнда бейбітшілік. Ол сенбеді, ұзақ отырып күтті. Таңертең бюрократия басталды. Құжаттарды қалпына келтіру керек. Менің және балалардікі. Мен ресми түрде 1981 жылдан өлдімін. Менің өлім туралы куәлігім архивте жатты. Мен мекемелерге бардым. Ахаж, паспорт үстелі, тірі екенімді дәлелдедім, ескі фотосуреттер көрсеттім, курстастардың есімін айттым, өмір детальдарын айттым. Мені тексерді, қайта тексерді. Бір тергеуші сұрады. Қандай ақпаратты жауға бердіңіз? Мен оған шаршаған қарадым. Мен кім екенімді ұмыттым. 11 жыл мен ауған әйелі болдым, Моджахеттің әйелі, 3 баланың анасы. Қандай ақпарат бере аламын, мен тіпті орысшаны жартылай ұмыттым. Бірақ біртіндеп құжаттар рәсімделді. Мен тағы Ирина Соколова болдым, өлген тірілді. Балаларға ресейлік туу туралы куәлік берді. Юсуф Ахмадов, Фатима Ахмадова, Зайнаб Ахмадова, әке аты бойынша, әдет бойынша. Сосын мен Андрейді іздедім, қайтатынымды уәде еткен күйеу жігітімді. Оның мекен жайын білдім, бардым. Ол есікті ашты, қалыңдаған тақырбас, үй тапачкасында тұрған ер адам. Маған қарап танымады. Андрей, бұл мен, Ира. Ол бозарып, есік жақтауына жабысты. Ира, сен. Сен өлдің ғой, бізге айтты. Мен өлмедім, мен қайттым. Пәтердің тереңінен әйел бала қолында шықты, Андрейдің әйелі. Ол маған сақтықпен қарады. Андрюша, бұл кім? Ол оған бұрылды, сосын маған, бұл. Бұл Ира, менің бұрынғы қалыңдығым. Біз 1 минут тұрдық, сосын мен бұрылып кеттім. Сөйлесудің мәні жоқ. Ол үшін мен өткенмін, елес сияқты қайтқан. Оның жаңа өмірі, әйелі, баласы. Ал менде ауған командирінен 3 бала және 11 жылдық тозақ. Мен Мәскеумен жүріп, оны танымадым. Барлығы өзгерді. Ағылшынша вывескалар, дүңгіршектер барлық жерде, жаңа машиналар. КСРО құлады, жаңа дәуір басталды, ал мен 1980 жылдардан қайттым. Анам балаларға көмектесуге тырысты, бірақ олардан қорықты. Юсуф жабайы болды, ұнамағанын ұралады, оны ер адам күшпен мәселелерді шешет деп тәрбиелеген. Фатима бұрышқа тығылып, менен басқа ешкіммен сөйлеспеді. Зайнап күні бойы жылады. Мен балаларды психологқа жаздым. Жас әйел мейірімді байланыс орнатуға тырысты. Бірақ Юсуф бөтен әжедің неге сұрақ қоятынын түсінбеді. Фатима үндемеді. Тек Зайнап ең кішісі біртіндеп ашыла бастады. Психолог маған бөлек сөйлесті. Балаларыңызға уақыт керек, олар травма алды, соғыс, әке жоғалту, бөтен елге көшу. Юсуфта әсіресе посттравматикалық бұзылыс, ол агрессивті, өйткені қорғануға үйренген. Ұзақ және табанды жұмыс керек. Ал маған жұмыс істеу керек пе? Ол көзіме қарады. Сізге әсіресе. Сіз аз адам шыдайтын нәрселерді бастан өткіздіңіз және тірі қалдыңыз. Тұтқын, зорлық, өзін жоғалту. Сізге Ирина Соколова болуда қайта үйрену керек. Ахматтың 4-ші әйелі емес. Мен психологқа аптасына 2 рет бардым. Өткен туралы, қазір туралы сөйлестік. Мен кишлак туралы, кісендер және қараңғы туралы, Ахматқа әйел болуға келіскенім туралы, ол туып, оның әкесі кім болса да жақсы көргенімді түсінгенім туралы айттым. Психолог бірде сұрады. Сіздің үйіңіз қайда? Мен ұзақ үндемедім, сосын жауап бердім. Білмеймін. Өзімде таптым, балаларым қайда? Біртіндеп біз бейімделе бастадық.
Балалар мектепке барды. Юсуф қиындықпен орысшаны дұрыс білмейді, оны мигранттарды оқитын коррекциялық сыныпқа берді. Фатима қарапайым сыныпқа түсті, тыныш партада отырып, оқу және жазуды үйренді. Зайнап балабақшаға барды, ол қарды бірінші рет көрді. Мен сол күнді есімде сақтадым. 1991 жылдың желтоқсаны, алғашқы қар. Мен терезеден қар түйіршіктерінің жаңбырын қарап, жыладым. 11 жыл қар көруді армандадым, міне ол. Мен балаларды шақырдым. Юсуф, Тима, Зайнап, қараңыздар, бұл қар. Олар терезеге жүгірді, таң қалды. Зайнап секіріп қол шапалақтады. Фатима ұялшақ күлді. Юсуф байыппен қарады, сосын айтты. Әдемі. Біз көшеге шықтық, балалар қарды ұстады, дәмін татты, қар шарларын жасады, күлді. Мен қасында тұрып, оларға қарадым. Менің балаларым тозақта туған, бірақ мәскеулік қар астында күліп тұр. Және мен аман қалғанымды түсіндім. Жай тірі емес, шынында аман қалдым, қайттым, балаларды үйге әкелдім. Жыл өтті. 1992 Ресей керемет жылдамдықпен өзгерді. Ескі құлады, жаңа қирандыларда салынды. Мен де өзгердім. Маған 35 жас болды, бірақ 60 сияқты сезіндім. Шаштағы ақ жіптер, көз айналасындағы әжімдер, қолдағы тыртықтар. Мен айнаға қарап, бейтаныс әйелді көрдім. Балалар жаңа өмірге баяу, бірақ сенімді бейімделді. Юсуф орысша оқуды үйренді, бірақ әлі екпінмен сөйлейді. Ол әке туралы жиі сұрады. Әкені есіңде сақтайсың ба, ол қандай еді? Мен шындықты айттым, бірақ сақтықпен. Сенің әкең күшті адам болды, батыл, сені жақсы көрді. Оның кеңес сарбаздарын өлтіргенін, мені тұтқында ұстағанын, маған махаббат үшін емес, трофей ретінде үйленгенін үндемедім. Юсуф өскенде біледі, бірақ қазір емес. Фатима мектепте гүлдеді, орыс қызы Маша деген дос тапты, бірге отырып, сабақ жасады, күлді. Мен оларға қарап қуандым. Менің қызым ақыры бақытты. Зайнап мүлдем ауғандықтан арылды, Ауғанстанды қорқынышты түс сияқты есінде сақтады, тек орысша сөйледі, Дариде сөйлеуден бас тартты. Оған Ресей отан болды. Мен шығыс тілдері институтына жұмысқа тұрдым, Дари және пушту оқытушысы. Мені қуана алды. Тілдің тасымалдаушысы, кітаптан емес, өмірден білетін. Мен студенттерге сабақ жүргіздім, грамматика ғана емес, мәдениет, әдеттер, Ауғанстандағы нағыз өмір туралы айттым. Бірде лекциядан кейін студент қыз жақындап келді, 20 жастағы, жарқыраған көзді. Ирина Васильевна, сіз шынында Ауғанстанда тұрдыңыз ба? Кишлакта, моджахеттер арасында. Мен бас изедім, шын. Қалай аман қалдыңыз? Бұл түн түсі ғой. Мен оған қарадым, ол бір кездегі мен сияқты энтузиазмға толы, шытырманға сенген. Білесің бе, мен аман қалдым, өйткені өмір сүргім келді. Күн сайын таңдау жасадым. Беріл немесе жалғастыр, және жалғастым. Өзім үшін, балалар үшін, бір күні осында қайту үшін. Ол ойланды. Сіз сол кезде барғаныңызға өкінбейсіз бе? Мен ұзақ үндемедім, сосын шын айттым. Күн сайын өкінемін. Мен өмірімнің 11 жылын жоғалттым. Әкемді жоғалттым, ол мені өлді деп ойлап өлді. Нағыз өзімді жоғалттым. Бірақ балалар алдым. Және өмірді сіздердің ешқайсыңыз бағаламағандай бағалауды үйрендім. Сондықтан иә және жоқ бір уақытта. Мен түнде, балалар ұйықтағанда мемуар жаза бастадым. Үстелге отырып, тұтқында жүргізген күнделіктің ескі жазбаларын шығарып оқып, жыладым. Тұтқынға қалай түскенім туралы, кісендер және қараңғы туралы, Ахматқа әйел болуға келіскенім туралы, балалардың тууы туралы, қашу әрекеті және баланың өлімі туралы, соғыс және қайту туралы жаздым. Психолог бұл терапия деді. Жаз, ауруды қағазға төк, бұл босатуға көмектеседі. Бірақ мен босата алмадым. Бұл 11 жыл менің бөлігім, қолдағы тыртықтар, жүздегі әжімдер, тұтқындағы әр күннің естелігі барлығымен, оны кесіп, болмаған сияқты өмір сүре алмайсың. Бірде тұтқында болған әйелді кездестірдім, Ауғанстанда емес, Чечняда кейін. Біз кафе отырып сағаттап сөйлестік. Ол мені басқа ешкім түсінбейтіндей түсінді.
Білесің бе, ең қорқыныштысы ол жерде емес қайту. Өйткені сен енді бұрынғы емессің, ал адамдар бұрынғыдай боласың деп күтеді. Бірақ бұрынғы жоқ, ол сол жерде өлді. Мен бас изедім. Иә, Ирина Соколова, МГУ студенті 1981 жылы өлді. Қайтқан басқа адам. Ал мен кіммін? Ол ашық күлді. Аман қалған. Балалармен жеңілдей бастады. Юсуф бокс секциясына барды, агрессиясын шығарды, оны дұрыс бағыттауды үйренді. Жаттықтырушы балада талант бар, алыс барады деді. Фатима мұғалім болуды армандады, ол мейірімді, шыдамды, мектепте кіші балаларға көмектеседі. Мен оған қарап ойладым. Ол екі әлемнің ең жақсысын алады: ауған мәдениетінен мейірім және шыдам, орыстан еркіндік және білім. Зайнап журфакты бітірді, репортер болды, соғыс, зорлық, тұтқын көрген әйелдер туралы мақалалар жазады. Ол менің әңгімем шабыт берді дейді, әлем мұндай әйелдер туралы білуі керек дейді. Ана 1994 жылдың көктемінде тыныш ұйқыда өлді. Мен оны таңертең таптым, жүзі тыныш. Әкесі күтіп тұрған шығар түсінде көрген. Жерлеуде адам аз келді. Ескі көршілер, бірнеше алыс туыс. Мен қабір қасында балалармен тұрдым. Юсуф қолын иығыма қойды. Ана, жылама, әже енді жәннатта. Ол орысша сөйледі, бірақ ауғандық ойлады, оған өлім аяқ емес, өтпелі. Жерлеуден кейін біз жалғыз қалдық. Пәтер анамсыз босап қалды. Мен ас үйде отырып, шай іштім, балалар бөлмеде сабақ жасады. Қарапайым өмір, 11 жыл армандаған. Жазда біз паркке бардық. Юсуфқа 14, Фатимаге 11, Зайнапқа 7. Олар жүгіріп ойнап күлді. Мен орындықта отырып, оларға қарадым. Зайнап жүгіріп келді, қолымнан ұстады. Ана, қарашы қандай гүлдер, жылайық. Болмайды күншығысым, олар барлығы үшін, барлығы тамашалау үшін. Ол бас изеді, әрі қарай жүгірді. Юсуф қасыма отырды, өсткен, әрең ересе. Ана, сен бақыттысың ба? Мен оған қарадым, байыпты жүзіне, Ахматтың қара көздеріне, бірақ менің көзқарасым. Білесің бе ұлым, мен бақыттың не екенін білмеймін. Мен тым көп жоғалттым, шынында бақытты болу үшін. Бірақ мен тірімін, сіздер тірісіздер, біз біргеміз, және бұл қазірдің өзінде көп. Ол ойланып, сосын құшақтады. Мен сені жақсы көремін, ана. Мен де сені жақсы көремін, Юсуф. Біз құшақтасып отырдық, айнала Мәскеу, парк, жаз, балалар ойнап жатыр, өмір жалғасады. Мен аман қалдым, тозақтан өтіп, қайттым, толық емес, бірақ тірі, 3 баламен, дене және жандағы тыртықтармен, тұтқындағы 11 жылдың естелігімен. Бірақ мен үйдемін. Ақыры үйдемін, және бұл бастысы. Бүгін маған 68 жас, көп жыл өтті, бірақ әлі түсінде ауған тауларын көремін, мойызының айқайын естимін, көмірдегі нан иісін сеземін. Суық термен оянамын, қол білезігімді ұстап, кісен жоқ па деп тексеремін. Юсуф бокс жаттықтырушысы болды, орыс қызына үйленді, немерелер Ильяс және Анна туды. Ол жақсы әке, сүйетін күйеу. Кейде біз Ауғанстан туралы, оның балалық шағы туралы сөйлесеміз. Ол аз есінде сақтады, бірақ сақтағанын жүрегінде ұстайды. Фатима кіші сыныптар мұғалімі болды, мигрант балалармен жұмыс істейді, оларға бейімделуге көмектеседі. Ол өз елінде бөтен болудың қандай екенін біледі. Татарға тұрмысқа шықты, 2 қыз туды, оларды 2 мәдениетке құрметпен тәрбиелейді. Орыс және шығыс. Зайнап журфакты бітірді, репортер, соғыс, зорлық, тұтқын көрген әйелдер туралы мақалалар жазады. Ол менің әңгімем шабыт берді дейді, әлем мұндай әйелдер туралы білуі керек дейді. Мен әлі шығыс тілдерін оқытамын, Ауғанстан мәдениетін түсіну қалатындарға курстар жүргіземін, теледидардан емес, сол жерде өмір сүрген адамнан. Мен студенттерге шындықты айтамын, соғыстың қорқынышын ғана емес, жердің әдемілігін, қарапайым адамдардың мейірімін, дәстүрлердің байлығын. Менің мемуарым жарық көрді, кітап жай ғана 11 жыл деп аталады. Мен шулы атаулар қаламадым, бұл менің әңгімем, адал, әдемілемей. Кейде мені бұрынғы ауғандықтармен кездесуге шақырады, сол жерде соғысқан, жолдастарын жоғалтқан, әлі соғысты түсінде көретіндер. Біз отырып, шай ішеміз, сөйлесеміз.
Олар мені түсінеді, мен оларды түсінемін. Жақында біреуі сұрады. Сіз оларды кешірдіңіз бе? Сізді тұтқында ұстағандарды? Мен ұзақ ойландым, сосын жауап бердім. Білесіз бе, кешіру қиын. Мен Ахматты кешіре алмаймын, ол маған не істеген үшін, тұтқын үшін, кісендер үшін, өмірімнің 11 жылын ұрлаған үшін. Бірақ мен оған балалар үшін алғыс айтамын, мені өлтірмеген үшін, ақыры мен сол әлемнің бөлігі болып, аман қалғаныма. Бұл кешіру емес, қабылдау. Қазір мен мәскеулік пәтерімнің ас үйінде отырмын, терезеден қар жауып жатыр. Зайнап демалыста немерелермен келуге уәде берді. Юсуф кеше қоңырау шалып, Ильяс бокс турнирінде жеңді деді. Фатима немерелердің фотосын жіберді, күліп тұрған, бақытты. Мен осы фотоларға қарап, барлығы бекер емес екенін түсінемін. 11 жылдық тозақ мені осы өмірге, осы адамдарға, осы үйге келді. Менің үйім қайда? Бұл сұрақты көп қойды. Енді жауабын білемін. Менің үйім, балаларым қайда, немерелерім қайда, жоғалтқан адамдарымның естелігі қайда, аман қалғаныма алғыс қайда. Менің үйім мен өзім. Ирина Соколова, МГУ студенті, ауған моджахеттерінің тұтқыны, 3 баланың анасы, 7 немеренің әжесі, оқытушы, жазушы, аман қалған. Мен үйдемін.